Ел таныған ғұламаға бір кісі келіп, сіз туралы шәкіртіңіздің бірі не деп жүргенін білесіз бе дейді. Сонда ғұлама, біреудің айтқан сөзін жеткізбес бұрын, оны 3 түрлі сүзгіден өткізіп алғаның жөн. Алғашқысы шындық. Соған салар болсақ айтпақ сөзіңнің рас екеніне көзің толық жете ме дейді. Әлгі кісі, шынымды айтсам өз аузынан естімедім дейді. Онда екінші сүзгіден өткізейік. Ол жақсы сөз деп аталады. Айтатын хабарың жақсы сөз бе еді деп сұрайды. Ол кісі, жоқ, керісінше болатын дейді күмілжіп. Онда үшінші сүзгіден өткізіп көрелік. Мүмкін бұл сынақтан өтерсің. Ол пайдалы өнім деп аталады. Ал енді мына хабарыңның маған қандай пайдасы бар деп сұрайды. Әлгі кісі қатты қысылып, пайда бермейтін әңгіме еді дейді жерге қараған күйі. Сонда ғұлама, өзі сенімсіз, әрі жағымсыз әңгіме болса, әрі маған түк пайда келтірмесе, оны маған қандай жақсылық ойлап жеткізгің келді деген екен.